сырты егін ағытқан ел. Ауылса да бәріне керек қылмай, домбыраның үнімен салыққан ел. Әкімі де сөз бастап өлеңменен, шешенді де жағынан жаңылтқан ел. Ассалаумағалейкум сәлем бердім, ұрпағын уызына жарыққан ел. 90-шы жылдан Николсовты Сәтбаевты бояу қаныққан ел. Азаттық алмай тұрып сіздер ғана қала тауын өзгерттен арылтқан ел. Басқа облыс қалаларда сіздер ұзақ көп болса да ұлт үшін қамыққан ел. Көп көздер шу шығарып кетер ме деп өз атымен қайтпай жүр халыққа жер. Ұлытау көшілгері екендігі ұлының есімі де анық дәлел. Тойларын тойғаласын деп тіледім, қазақтықтың дәстүрін дамытқан ел. Басқалар не дейді деп жаутаңдамай, жау жүрек жоқ екенін танытқан ел. Ассалаумағалейкум Дидар аға, өзіңдей жұп болдым ғой даңғықтермен. Өз ақыны, өзі әнші, өзі жырау, Хамитті алталаш танып көрген. Атақты ақынменен жұптап қойып, ағайын бір қызыққа қанып келген. Мен бірақ атағынан қорықпаймын, сіздерде елім бар да шабып берген. Жасақындар айтыс өтіп, Сәтбаевта төрінен дәріптелген. Сол додаға қатысып 5 жыл бойы арғымақтай көмбеңді жарып келген. Осы елдің алғысымен, батасымен мен талай орын алдым анық төрден. Сондықтан да мен емес Дидар аға, саған жол ғой мен жақтан қауіптенген. Сәтбаевтың ел жұрты жасай берсін, дүбірі дүркіреген сауық берген. Хамитпен айтыстан деп жүргенде қарсыласып қасына алып келген. Бүгін бағым жаңғалы тұр, қолдауға мұнда қанша халық келген. Мен түгілі Сәтбаев мысымен ақ, бар қазақтың бағында жағып берген Ай ағасы асыл сөзге зергенсің ау, жыр жебесі мүлт кетпес бергенсің ау. 3-4 жылдай алыстап аламаннан назарды басқа жаққа бөлгенсің ау. Осы елдің қуандық рахымымен талай той концерттерді көргенсің ау. Хамит неге айтысқа шықпай жүр деп көбейгені рас еді елден сұрау. Шақырған айтыстарға бармаушы едің, Сәтбаев шақырған соң көнгенсің ау. Қуандықтың ел жұрты қолдайды деп қуанып қайтарыңа сенгенсің ау. Екі бетің гримнен жылдырап тұр, шашыңа да ел жағып енгенсің ау. 2 күндік айтысты шатастырып, 2 жұлдыз болады деп келгенсің ау. Сәтбаевтан қалған бұл даңғыл мекен, Ұлытауға ұсыншы ән жырып екен. Сайысқа неге шықпай жүргеніңді өткенде сұхбаттайттың алғыр бөкен. Айтысқа шықсам жиі ауырам деп айтқаның распа өзі қалжың бекен. Тағалып отырған жоқ бекенсің, қабағын түйген ағам сәл бол екен. Денсаулығың нашарлап қалатындай соншалықты уайымға салдым бекен. Айтысқа жиі шығып жүрмейсің бе, секілді 100 жасаған жамбыл жәкең. Бірақ та көп айтыстан бастатқан мен концерттердің бәріне бардың көтен. Әйтеуір тойлардан көп босамайсың, әрбірісің халықтың алдында екен. Сенікі сонда өзі қандай ауру, емін өзі толықтай алдың бекен. Жоқ әлде 2 жұлдызға қатысқаны, жұлдыз аурумен ауырып қалып бекен. Дидар аға өлеңге шүкір байсың, мақсат сөзді арсанап тұтынбайсың. Басында айшолпанмен жұпталып ең, қырсырын нарта елге бүкіл жайсың. Кейін қайта өзгеріп қасыласың, мен шыққанда қалайша тұтылмайсың. Тілеутай айшолпаннан өткеніңмен тілеуқұл нартайдан да сатылмайсың. Осы Тілеу ағамыз қазып отыр, сондықтан өз еркіңмен ұтылғайсың. Тілеудің ұрпағы жүрсін жезден, айтса да орындайсың, өкінғайсың. Дидар бағыңды сал, әйтпесе торғайдай боп тыпырлайсың. Тілеуіңді мың жерден тілесең де, тілеудің балдарынан тұтылмайсың.
шапағатын құттықтауын өлеңмен аяқтады осындай іс қылмай ма сапалы әкім шапағатын өлеңмен көрсетті ғой Сәтбаевтың айтысқа махаббатын гримнен жылтырайды бетін неғып бауырым жан екенсің дәті беріп бетіміз гримсіз ақ жылтырайтын Сәкеннің мектебінің өкілі едік қуандықпен екеуміз осы елдің батасымен жеңіске жетіп едік арқаға кеп әншімін демеңдер деп таба елге ұқтырып кетіп едік ал бүгін екі жұлдыз деп келген жоқпын сапарымның мәнісін өтінем облысым екіге бөлінгенмен сіздерді қарай алмай екі бөліп Жезқазған мен Сәтбаев егіз қала береке тұнған түбі бетіне құт Қаракеңгір сабалы сары судай осы жұрт екі өзенді отыр еміп екі ауданын секілді қосқанатын асыраған сүтімен еті келіп ертағы мен кертағы екі таудың тарихына қашаннан жетіп едік бауырым байқадың ба бұл өмірде бәрінің екімен тұр еті келіп осы елге еркелеп міне бүгін екінші жүк боп шыққан екі ұл едік ассалаумағалейкум жиналған ел үште болар айтысқа екі деніп екі жұлдыз болмасақ та осы халық екі қолын соғады екіленіп бағадай тоймай қалған ақшаға жасайсың жұмысыңның бәрін шала торғайдай тыпырлатам деп қоясың қаңбақтай ұшасың ау сәл ұрсаға ағаңа құрмет қылып айтыссаншы қанша жерден қаққанмен дабыл сана саған жұп менен артық табылмайды маған жұп сенен артық табылса да тілеу құлдың тілеудің тілеутайдың мейлі балаларының бәрін сана маңдайға жазылғанды көремін ғой дүние кеңісе де тарылса да тілеуімді ел тілесе түк қыла алмас тілеудің бар баласы жабылса да қалай сөйлесің қабыланым жұлдыз деп ұялаттың жанымамын жұлдыз дейтін ауруды жұқтырмайды ауылдың аунап өссе шаңына кім мен қарапайымдылық үлгісі деп қанышты қаршадайдан танығанмын менің ұлтым менен де биіктеген сөзі әрі қағида әрі ұраным сондықтан басқа айтысқа бармасам да осы елдің қастер тұтып шаңырағын қаныштың сыйлап келдім әруағын Ерғаныштың атында планета бар жанасып жақындаған жанына күн
Сондықтан жұлдыз ауру боп қалдың деп, бауырым отты сөзбен қарымадың. Мен жұлдыз ауруымен ауырмаймын, қаныштың жұлдызымен ауырамын. Жанемен айтыс үшін жаққа айналған, жалаңды тыныш отыр жаппай қарған. Оның рас дем алып 2-3 жылдай аламан айтыстарда шаппай қалған. Айтысқа қайта келдім, 1 жыл болды, қайтодадан жүрегім таппай қалған. Ақтөбеде дүбірлі айтыс өтіп шақырған соң үйімде жатпай барған. Бұл құшып Баубек туған елден барып, Баубектің айтысынан баспай қалған. Өзің сол Ақтөбенің баласы едің, тек өзгелер жайында қатты ойланған. Өзіңнің ағаларың көп емес пе, шоу-бизнеске бір барып қайтпай қалған. Шын берген шайырың шын талант еді, өнерін мұқым қазақ мақтай қалған. Төрештен 10 жыл бұрын сонда кетіп, эстрада ауылына атпайланған. Жүкемді енді қайтып келмейді-ау деп, күдер үзді аянмен Аққайнардан. Дидарға енді не деп өкпелейсің, қазығын қайта тауып аттайналған. Өкпеңді маған емес айт соларға, өміріңнен жалғыз емес жаппай барған. Эстрадаға ес-түссіз еніп кетіп, айтыстың әдірісін таппай қалған. Адамдай құбылатын құс келгенде, бауырым маған қарсы тістенген бе? Арғымақтай көмбеңді көп жардым дейд, білмеймін таң алдында түс көрген бе? 5 жыл бұрын айтысқа бірге келдік, Қаныштың қаласына қыс келгенде. Сен сахнада отырдың, мен отырдым қазылар жайғасатын үстелдерде. Нартайға 3-ші орын берейік деп, қазылармен айтысқа түскен менде. Одан соң мен келген жоқ, сен келіпсің, 3 рет Сәтбаевтай Мыскенделге. Бәрінен алғыс хатпен аттаныпсың, көктегі көңілің солай түскен жерге. Енді кеп Сандоданы жардым дейсің, білмеймін кеудеңнен ан піскеннен бе? Іштеңе бітіре алмай дидар жоқта, 3-ке де ілім бепсің, 3 келгенде Қар өлеңді қамшыдай талдап өрер, айтыс деген бабадан қалған өнер. Ағатай мына менен қауіптен деп, кірістің-ау сен шешіп шаруаға бел. Мен емес қауіп саған төніп тұрау, болсам да жарты әлемді жаулаған ер. Дидар ағаң бүгінде қазда жоқ, жағдайың не боларын аңғара бер. Қаз емес қарсылас боп қасында отыр, сондықтан да бауырым тәубаға кел. Айтыс деген білесің сөз майданы, тек қана озған жүйрік алда келер. Сондықтан да ағаңа өкпелеме, шайыр ағаң болса егер шаңға көмер. Шын талант болсаң да баяғыдай, ынталанып қайтуға қамдана бер. Шығарып шабайында ағамның атып кеткен жырларынан ағаратын болды ғой самайында. Бірақ рет маған қазы болған едің, біраз әңгіме жүр екен маңайында. 5 жыл бұрын өткен
сол айтыс жайлы мен қайтадан есіңе салайын да. Басқазы болып сонда баға берген Мұқаш пен Аманжолдай ағайында. Ел риза боп ағалар орын берді, ол жағын айтпай бүгін қалайын ба. Шын жүйрік бірден көрініп тұрады ғой Шымбұлақты баптаған ағайынға. Сондықтан сүйрек орын әпердім деп, ол сөзбен алмау уақыт талайында. Өтіріктен бір жүлде бере алмайсың, Шымбұлаттың ақиқат сарайында ғой. Ағайдың елеместен еңбектерін қабақтайын ұшырып жеңбекпедің. Мен ағайын дидарды түсінбедім, жүрседе елге сыйлы ер боп керім. Өздеріңнен кейінгі іні шықса, мазақ қылу ғана ма ермектерің. Жағдайың не болады деп отырсың, жеңілгенімді көргендей жер боп менің. Өткен жылда шаңдатып финалыңды жырыммен елге қуат бермеп едім. Қазақмыстың арнайы жүлдесін ап бұйырған несібемді термеп едім. Жыл сайын мұнда келсем айтып бекен, өлеңнің құрап жаңа көрнектерін. Ол рас Астанадан атарылдып, өзім жоқта 3 рет келмеп едім. Мына тұрған жерден де Сәтбаевқа 3 жылда бір келетін сендеп дедің айтып. Дидараға ойыңды байыптадың ба, дұрыс болар райынан қайтқаныңда. Қаныш деген жұлдызбен ауыран деп, осы елге керек сөзді лайықтадың ба. Нағыз жұлдыз қаныш деп сол сөзіңді 2 жұлдызға барғанда айтпадың ба. Аға боп үйретпедің бүгін нақыл, кекетің мұқатың бар жырыңды әкел. Айтыстың адресін таппай жүр деп, жерлес ағаларыма күліп жатыр. Эстрадаға қосқан өз бір әнің жоқ, артайдай жауап берсін інің батыл. Ақын сазгер Туриш пен Шынбергендер байқасаң эстраданың шыңында тұр. Аяғымен қайнап жазған ән сөздерін бұл күні барлық қазақ біліп жатыр. Айтысқа шықпаса да ағаларың жырларын жүрекпенен ұғып жатыр. Әндердің сөзі дұрыс болу үшін сол жаққа белді бекен буып жатыр. Жақсы келісі елдің ізіменен қолдан келген жақсылығын қылып жатыр. Бұршымаған өзіңе дайын менің жырсы бағам. 2 жылдай ауырып шықпай жүрген ісіңді жұрт алдында бір сынағам. Жүр сынағамды шығарған ұлытау бұл, 100-ге дейін жақсымы жүр сынаман. Деніне саулық тілеп алталашын жаратқаннан қол жайып шын сұраған. Қызылжарға айтысқа барды өткенде болған соң ақиқатшыл шыншыл адам. Ақсуатқа да айтысқа барған еді, дәл бұлай өнер үшін кім шыдаған. Өйткені жүрсін Ерман ағамыздың көңілі айтыс көрмей тыншымаған. Дидар болса шықпай жүр дерті бардай, жанына батып күнде шыншылаған. Болса да айтыстан алыстамас, Дидарға үлгі болсын, жүрсін ағам айы. Ағайдағы жырымен майдан құрсын, ағасын шыргөмелек айналдырсын. Айтыстардан демалып 2 жылдай эстрада қазанында қайнап жүрсің. Түркияға да барыпсың демалуға, ақпаратты алған жоқ айдан бұлшын. Теңізінде жақсып толқындармен моторлы қайықтарын айдап жүрсің. Әншілер сол жақтан үй алып жатыр еді, бір үй алып қайттың ба қайран жүрсің. Ол уақытта Әужекең парламентте биліктің алдына да қойған бірсін. Кеншілердің көтерді мәселесін, елдің мұны қалайша жайға алдырсын. Ақтангер Хамидидар сен сол кезде Истанбул жақта өзің сайғап жүрсің. Атақты Хамидидар ағам менің әрістің тереңіне бойлап жүрсің. Шетелде емес шақтыдан шыққан кезде демалар кеншілерді ойлап жүрсің. Қыдырылдан босамас Дидар бірақ қалай ғана дұрыстап байланылсын. Видеолардан көргенде шалқып тасып кемелермен керемет тойлап жүрсің.
сондықтан елдің мұңын айтпасаң да түсінен қойғас тимесе пайдаңдырсын. Шақтыда жүргендердің жағыда ел, яқтыда жүрген жандар қайдан тұрсын. Қанша сөйлеп тұрсаң да маған өктем, менің көрін алмайды аға беттен. Шет ауданның тумасы Дидар ағам мені бір мәселе бар алаң еткен. Кезінде Жезқазғанның облыс боп басынан дүркіреген заман өткен. Құрамында ағадыр шет аудан боп бірлікпен басқан еді қадам етпен. Тоғырауда облыс тарқағанда тағдырлары өтті ғой саналекпен. Ағадырды қосқанда шетке апарып іштерінде өкпемен нала кеткен. Аудандарды не қылсын бір ағаған ұшып жүрген жұлдыз ғой самолетпен. Ұлытау ашылды кейін қайта жаңа Қазақстанға жаңа леппен. Бірақ шет Қарағандыға қалып қойды. Дидарлар болмаған соң талап еткен. Ағама сөз кезегі ұсынайын, Ұлытаудан бөлініп дара кеткен. Шетінің шеттегені бұлай тұрсын, ағадырды өзімен ала кеткен. Кезім жоқ, сөзімді енді алдап айтқан, сол айтысты мен саған талдап айтқан. Көп мәселе есіңде жоқ екен ғой, Дидарды қарсы қойдың залға қайттан. Шындықтың сарайында отырсын деп сөзіңді біздің сөздерін ағасына жолдап айтқан. Мұқашаға қаз боп орын берді деп қаз жаққа бұл үнім арнап айтқан. Мұқашаға болған жоқ ол айтыста, мен айтсам тек дәлелді шаруан айтқан. Сен өзі әпендінің бір екенсің, өлеңіне өтірік жалғап айтқан. Қос көзін бақыр айтып дәридайға, шындықтың сарайында жалған айтқан. Әгиләгім, әгиләгім, Салтың деп теңізбенен жағажайды, тірек құлдың баласы табалайды. Мұңауын дем алсаң да қаралайды, ауырын ем алсаң да қаралайды. Қапшағайға қаржысы жетпеген соң біздің қазақ шетелді аралайды. Шалқып жүріп шақтаның мәселесін айтпадың деп өзінше шамалайды. Айтыста айтудай айтып жүрмін, жұтты деп әке уайым анағайды. Желіде де жүремін жариялап, сынғалып шақтадағы шалағайды. Бірақта бүгінгіге керекте қыдырғаның, аралап мемлекетпен қалан әйгі. Көрмеген соң бауырым сондықтан да жала жапқан ағаңа жарамайды. Осы күні елдің жайын жазғаныңыз әлеуметтік желіде тарамайды. Басқа ақынның сыйқы мынау, мәселені сауатсыз саралайды. Яқтаны салғаныңды бағалайды, шақтаны жазғаныңды қарамайды. Әгиләгім, әгиләгім, Ұлытау қағылған жоқ бар олжадан, сондықтан мәселе емес табылмаған. Ағадыр шеттіге қосса облыс боп, кетеді ме басына бақ орнаған.
Аудандарды бөлгенде өз қолыммен мен боп шыға келдім ау тағынбаған. Бұл күні Астананың тұрғынысың, көршілерің тұзбенен король болған. Сондықтан бұл сауалың маған емес, ағадырды сұрап ал Ақордадан. Тараттың аудан жайлы шатып хабар, айтқаның ағадыр шет бақыт болар. Шет ауданы шетелге кеткен жоқ қой, берілгендей сөйлейсің жатыпқа дәл. Олаз десең Балқаш пен Ақтоғай бар, жерінен іздеген жан Жақып та бар. Орталық тиіп тұрса тиімді ғой, апарып әкелсең де сатып тауар. Сондықтан жыл орнынан қозғамайық, қазір Қарағанды мен бақыт толар. Мысалы Ақтоғай мен Жезқазғанның арасы 1000 шақырымға жетіп барар. Жолында жағдайын көріп тұрсың, жүрген адам уайымға батып қалар. Қанша жыл жөнделген жоқ жел қорғардың, кесірінен ел жұртын сатып тонар. Қолменен мөр қойдырып қайтам десең, құжатыңның мерзімі өтіп болар. Ауырған адамдарға тіптен қиын, жол соқты болып мүлде жатып қалар. Жетемін дегенінше Жезқазғанға жетісін беретұғын уақыт болар. Белгілі Ақтөбедей жерді өскенің, Қобдаменен Нартайжан желді өскенің. Айтпақшы күні кеше сол қалаңда ұстады бетсіздердің белді әскерін. Билік лудоманиямен күресуде, байқаудамыз тоң жібіп сен көшкенін. Әлгілер интернеттен казино ашып, жүзеге асырыпты демдестерін. Ағаяқ деп айтпайсың қалай ғана, елді алдап 2 миллиард теңге істеуін. Пақыр болып тақырға отырғандар, жинаяла қояма емдестерін. Ағаңның қыдырғанын сөз қыласың, бауырым соншалықты мен де істедім. Осыларды айтпаймысың, жоғал десең, Жанбейдің өз елінің көрмес кемін. Нартайжан солар бүгін қауіп болып тұр, қоғамға тигізетін керілестерін. Нартайжан соларды жырға қосқын, қоғамға тигізетін керілестерін. Яқтаға доспен кірген дидар емес, ставкаға баспен кірген жердестерін. Қысқа қайыртардай уақыт болды. Тәуірін айтар десем, термеленің Кенесарының кеудегердің. Жерлестерің баспенен қадалды деп арасын алшақтатпа елмен елдің. Батысты бөліп бүгін не қыласың әйтпесе қарымтасын мен берермін. Қазақ тойында жасалған жез тоқтатқан әлия мәншүксін деп мерген елмін. Кезінде Ақтөбеде айтыс өтіп, рас еді Шынболаттай келген ердің. Ең алғаш бас жүлде алды сол аймыста. Алғысын алды аға жеңгелердің, астына Ақбозаттан мінгізгенбіз. Алдынан көрінсін деп көмбелердің. Нанбасар Гүлсорапа осында отыр, бәріне айтып берер сенбегеннің. Сондықтан
тұрғанда бұл дидар біліп жүрсін, Ақтөбеде мен өсіп өнген елмін. Ставкаға баспенен қадалған деп айтқаныңды қалайша жөн көрермін. Баспен қадалған емес, өзің айтқан бас жүлде Шынболатқа берген елмін. Жұртқа жырым жеткенмен менік балдай, сөзіңе отыр бірақ шөлін қанбай. Алаяқтар казино ашқан дейсің, ел болған соң болады небір жағдай. Сол Ақтөбе бас жүлде берген еді, арманың қалмасын деп орындалмай. Көлге елді көлшікке бөлгеніңе айтқаныңнан бұл жерде көңіл қалдай. Қайран елім бірлікті сақтаңдар деп, бұл елде құрмет тұтқан елің бардай. Сондықтан татулықты жырлағайсың, ақырым деп жүрген соң елің дардай. Ақтөбелі секілді аз-қазақты Ақтөбе сарыарқа деп бөліп жармай. Сәтбайып 50 жылдық мейрамына ризамыз ақындарды жиғанына. 14 шайыр келіп тұр шаһарыңа, шаттанып сахнаға сыйғанына. Бұлақтай жырларымды қуанамын кеңгірдің арнасына құйғаныма. Берілген уақыт бізге тәмам болса, жөн болар ақындар сөз тиғаны да. Осымен қошаман бол Дидар ағам, берік болған дәстүр мен иманына. Ұлытаумен мен бірақ қоштаспаймын, қанық болдым құрметпен сыйларына. Ертең тағы көрсем деп ойлаймын, қазылар қайтармаса үй жағыма. Қазы болып келгендер разы болып, тағы көрісілса ғой мейманына. Жарты сағат шыдаған Дидарыңа, тағай шығарыңдар финалыңа болайын. Қойды бет сұрақ деген, айдалаға шаптың ау пырақ бенен. Мен қоғамның негізі дертін айтқам деген жоқ, айналайын кірақ төбең. Шынекеңе бас жүлде берген біз деп, айттың ау мынау елге шуақ төлең. Мен қозғадым қоғамның мәселесін, жалқарып отырсың ау бірақ менен. Қабаннан шыққаннан соң қозғап тұрмын, әр адамға келмейме сынақ деген. Баспен кіргенді айтсам бас жүлде дей, жан екенсің бас десе құлақ деген. Жершілдеп бұлағанды сөп өтінем, топырақ шашқан жоқпын көпке кілең. Сөзімді бұрмаламай айналайын, одан да осы жайды зерттеші кең. Құмар ойын құртуда қазағымды, таппай тұрмыз осынау дертке бірем. Жарқ етіп жарнамадан солар шығат, желіктіріп жеңісті джекпотымен. Олимпет, 1xbet өңшең беттер толып жатыр айтайын рет-ретімен. Беттерге қара бет боп алданғандар, күлімен кіріп шығып кетті отымен. Қарыздар алу үшін мүләйімсіп, аңыздар айтқыш олар шет-шетінен. Талай нарды шөктірді, байқаймысың, талай ерді түсірді екпетінен. Шайқады талай тату шаңырақты, қанша жанның түбінен жетті өкінем. Төрелер төрді отырған ел бойласаң, осындай бассыздықты шекте кілең. Беттерді осы бастан тоқтатпасаң, жас ұрпақ кетіп барат бет-бетімен.
таудың бауырына, кеп тұрған Сәтбаевтың сауығына. Қош бол деп мен де айтайын, олай болса, Ақтөбе шаһарының нарылына. Қатты айтқан жерім болса, айып етпе, Дидардың шыдап бердің дауылына. Қасқырда түстеп сүйер өз баласын, тек жақсылық тілеймін бауырыма. Финалға өтейінші деп жатсың ғой, қолдайды ғой халықтың бәрі мына. Маңдайыңыз жарқырап аттанғайсыз арайлы Ақтөбенің қауымына. Ердің басы едіге жатқан жерден, ердің соңы Есеттің ауылына. Әлигәдім, әлигәдім, Айбалыкенде, қошемет ардақтағайын, екі ақынды бір көтеріп, ұлықтап қойыңыздар. Бұл айтысты